Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай әдемі, дәмді және асқазанға жеңіл тағам дайындайтын боламыз. Жасалу жолы өте оңай. Сондықтан міндетті түрде видеоның соңына дейін көріп, менімен бірге жасап көріңіздер. Және де менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Арнамда өте көптеген жақсы рецепттердің түрлері өте көп. Ең алдымен бізге балық фаршы керек болады. Балықтың фаршын кез келген дүкеннен немесе өздеріңіз ет татқыштан өткізіп алсаңыздар болады. Енді осы біздің фаршымызға 2 тіс сарымсақ және 1 үлкен пияз, 1 орташа пияз қосамыз. Блендердан ұсақтап өткізіп алсаңыздар да болады, немесе өздеріңіз қолмен турасаңыздар да болады. Ұсақтап турап алған пиязымыз бен сарымсағымызды жаңағы фаршымыздың үстіне қосатын боламыз. Және де 1 жұмыртқа қосамыз. Жарты шай қасық паприка, жарты шай қасық қара бұрыш, татымына қарай тұз саламыз. Және де 2-3 ас қасықтай сұйық май қосамыз. Сұйық май қоспасаңыздар, балықтарыңыз құрғақ болып қалуы мүмкін, сондықтан міндетті түрде сұйық май қосыңыздар. Жақсылап араластыратын боламыз. Фаршымызды жақсылап араластырып, бір жаққа қойып қоямыз. Енді пешімізді алдын ала қыздырып қоюымыз керек. 180 градуста пісіретін боламыз. Енді пешіміздің листін алып, үстіне пергамент қағазын төсейміз. Пергамент қағазын төсемесеңіздер, асы жабысып қалуы мүмкін, сондықтан міндетті түрде пергамент қағазын төсеңіздер. Егер пергамент қағаздарыңыз жақсы болса, сұйық май жағудың қажеті жоқ. Енді котлеттер жасап бастаймыз. Менде 600 грамм балық фаршынан 8 үлкен котлет шықты. Асқазанға өте жеңіл. Сондықтан міндетті түрде қуырмай осылай пешкеде дайындап көріңіздер. Өте дәмді, жеңіл болып шығады. Енді қызып тұрған пешімізге 180 градусқа 45 минутқа қалдырамыз. Мен гарнирге күріш дайындайтын боламын. Сіздер өздеріңіз ұнайтын гарнир таңдасаңыздар да болады. Біздің котлеттеріміз дайын болғанша, осы тағамға жанына қосатын жеңіл салат түрін жасайтын боламыз. Ол үшін бізге қияр, қызанақ, пияз, лимон, зәйтүн майы, базилик және тұз керек болады. Осы видеодағыдай барлықтарын ұсақтап турап шығамыз. Барлығын турап болғаннан кейін, енді салатымызға қосатын базилик. Базиликті өздеріңіз қоссаңыздар да болады, қоспасаңыздар да болады. Осындай аз мөлшерде ғана қосамыз. Енді лимонның суын қосамыз, 2 ас қасықтай. Одан кейін зәйтүн майы, татымына қарай тұз салып, жақсылап араластырамыз. Күрішімізде балығымызда дайын болып қалды.
Енді осы тағамымызды, дайын болған тағамымызды әдемілеп, әрлеп отбасыңызға ұсына берсеңіз болады. Өте дәмді, асқазанға жеңіл. Сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер. Жасалу жолы өте оңай. Және де менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, арнама тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Арнамда өте көптеген жақсы рецептердің көптеген түрлері бар. Арнама тіркеліп, ұнап жатса лайк басып, комментарий жазып отырыңыздар. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.